Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода сіздер сан артериясы жайлы мағлұмат аласыздар. Ең бірінші жамбас сүйегінің суреті мен сан сүйегінің ұршығын салып алайық. Артерия феморалис. Сан артериясы сыртқы мықын артериясының жалғасы, шап байламының астында орналасқан лакуна вазорумның арасынан өтеді. Егер сан артериясынан қан кетсе, сан артериясын қасаға сүйекке батырып басамыз, сол кезде қанды уақытша тоқтата аламыз. Беткей құрсақ үсті артериясы. Артерия эпигастрика суперфициалис. Сан артериясының басталған жерінен шығып, кіндік аймағының тері асты аймақтарын қанмен қамтамасыз етеді. Мықын сүйектің беткей айналма артериясы. Артерия циркумфлексия илияка суперфициалис. Мықын сүйегі маңайын қанмен қамтамасыз етеді. Сыртқы жыныс артериялары. Артерия пуденда экстернае. Жыныс мүшелерін және шап аймағын қанмен қамтамасыз етеді. Және де жыныс мүшесінің әлсіздігі болған кезде жаттығу жасап, осы артерияның қанмен қамтамасыз етілуін күшейту керек. Санның терең артериясы. Артерия профунда феморис. Бұл сан артериясының ең ірі және маңызды тармағы. Ол сан аймағының бұлшықеттерін және жамбас буынын қанмен қамтамасыз етеді. Артерия профунда феморис шап байламынан шамамен 3-4 см төменде сан артериясынан бөлінеді. Артерия циркумфлексия феморис латералис. Латеральды сан айналмалы артериясы. Бұл артерия профунда фемористің тармағы болып табылады. Ол санның латеральды бөлігін қанмен қамтамасыз етеді және де анастомоз құруға қатысады. Рамус асценденс. Жоғарғы өсуші тармақ. Санның латеральды бұлшықеттерін және санның проксимальды бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Санның латеральды бұлшықеттеріне мускулус тенсор фасциае, латае, мускулус сарторис деген бұлшықеттер жатады. Төменгі тармақ рамус десценденс. Тізе буыны аймағына бағытталып, мускулус вастус латералисті қанмен қамтамасыз етеді. Көлденең тармақ рамус трансверсус. Санның латеральды бұлшықеттеріне және жамбас сүйек аймағына қан жеткізеді. Артерия циркумфлексия феморис медиалис. Медиалды сан айналмалы артериясы. Артерия профунда фемористің тармағы болып табылады. Ол санның медиалды бөлігін, жамбас сан буынын және айналасындағы бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді. Жалпы 3 тармағы бар: рамус асценденс, рамус профундус, рамус ацетабулярис. Бұл артериялардың ерекшелігі олар санның ішкі бұлшықеттерін және жамбас сан буынының айналасын қанмен қамтамасыз етеді және буын капсуласын, буынның басын қоректендіреді. Артерия перфорантес, тесуші артериялар. Артерия профунда фемористің тармақтары болып табылады. Олар санның артқы бұлшықеттерін мускулус бицепс феморис, мускулус семинтендинозус, мускулус семимембранозус және сан сүйегін қанмен қамтамасыз етеді. Жалпы саны 3, кейде 4 болады. Бірінші тесуші артерия, артерия перфоранс прима. Екінші тесуші артерия, артерия перфоранс секунда. Үшінші тесуші артерия, артерия перфоранс тертия. Артерия генус, тізе артериялары. Жалпы бұл артериялар тізе аймақтарын қанмен қамтамасыз етеді. Арық қарай артерия поплитеяға қарай ауысып кетеді екен. Бұл артерияны мен келесі видеода тізе артериясын өткен кезде толық айтып беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер.